Мені мұқият тыңдаңыз. Дәл қазір бір қарапайым нәрсе жасаңыз. Кейінге қалдырмаңыз. Аяғыңызға қараңыз. Иә, дәл қазір. Шұлығыңызды шешіп, тобығыңызға назар аударыңыз. Сол жерде қызыл іздер бар ма? Резеңкенің ізі ұзақ уақыт кетпей тұра ма? Кешке қарай аяқтарыңыз ауырлап, тас сияқты болып кететінін сезесіз бе? Кешкі 6-тан кейін аяқтарыңыз ісіп, аяқ киім тар болып кететін жағдай бар ма? Егер бұл сізге таныс болса, онда сіз жалғыз емессіз. Көп адам бұл жағдайды жай шаршау деп ойлайды. Біреу жастан көреді, біреу ауа райынан көреді. Ал шындық мүлде басқа жерде. Ең қауіпті нәрсе, сіз оны күн сайын жеп жүрсіз. Иә, дәл солай. Және көпшілік тіпті оны байқамайды. Қазір мен сізге көп адам білмейтін өте маңызды нәрсені түсіндіремін. Бұл жай ғана денсаулық туралы кеңес емес. Бұл сіздің ағзаңыз қалай жұмыс істейтінін түсіну. Ал оны түсінген адам өзінің жағдайын өзгерте алады. Бірақ бастамас бұрын бір маңызды нәрсе айтайын. Егер сіз денсаулық туралы шынайы, жарнамасыз ақпарат алғыңыз келсе, арнаға жазылып қойыңыз. Мұнда біз керемет таблеткалар туралы ертегі айтпаймыз. Біз арзанын нақты заңдар туралы сөйлесеміз. Жазылдыңыз ба? Жақсы. Онда бастайық. Адам ағзасы. Бұл өте күрделі жүйе. Бірақ бір жағынан бәрі қарапайым. Біздің денемізде құбырлар бар. Олар қан тамырлары. Насос бар. Ол жүрек. Ал сүзгі бар. Ол бүйрек. Енді ең маңызды сұрақ. Неге аяқ іседі? Мұның жауабы бір ғана элементте жатыр. Натрий. Кәдімгі ас тұзында болатын натрий. Натрий суды өзіне тартатын ең күшті заттардың бірі. Бұл табиғаттың заңы. Оны ешкім өзгерте алмайды. Қай жерде натрий көп болса, сол жерде су жиналады. Жастық шақта бұл мәселе онша байқалмайды. Себебі бүйрек жақсы жұмыс істейді. Артық тұзды тез шығарады. Бірақ жылдар өткен сайын ағза баяулай бастайды. Бүйрек бұрынғыдай күшті болмайды. Қан тамырларда өзгеріп кетеді. Сол кезде ағзада қызық процесс басталады. Қанда тұз көбейген кезде дене оны сұйылтуға тырысады. Ол үшін су жинайды. Сөйтіп су тіндерге жинала бастайды. Алдымен көздің астында, кейін қолда, ең соңында аяқта. Бірақ ең қауіптісі сырттағы ісік емес. Іште не болып жатқанын көп адам түсінбейді. Қан қоюлана бастайды. Қалыпты жағдайда қан жеңіл ағып тұрады. Бірақ тұз көп болған кезде ол қою сиропқа ұқсап кетеді. Жүрекке мұндай қанды айдау әлде қайда қиын. Сол себепті қысым көтеріледі. Көп адам осы жерде қате жасайды. Олар дәріханаға барып, қысымға қарсы дәрі ішеді, немесе зәр айдайтын дәрі алады. Бір-екі күн жеңілдейді, сосын бәрі қайта басталады. Неге? Себебі себеп жойылған жоқ. Тұз ағзаға бұрынғыдай кіріп жатыр. Мен сізге бір қызық факт айтайын. Көп адам мен тұз қоспаймын дейді. Бірақ олар күн сайын нормадан 2 есе көп тұз жейді. Қалай? Жасырын тұз. Қазір сіз таң қаласыз. Біз күн сайын жейтін көптеген өнімдер тұзға толы. Және олардың дәмі тіпті тұзды емес. Сондықтан адам байқамайды. Келіңіз, шағым тексеріс жасайық. Сіз бүгін мына заттардың бірін жедіңіз бе? Ман, ірімшік, шұжық, соус, жартылай дайын тағам. Егер иә болса, сіз тұз жедіңіз. Көп мөлшерде. Мысалы, бір ғана дүкен нанның ішінде бірнеше грамм тұз болады. Ал адамдар оны күніне бірнеше рет жейді. Сорпамен, шаймен, таңғы аспен. Сосын таңертең саусақтағы сақина тар болады. Кешке аяқ киім сыймай қалады. Адамдар не ойлайды? Жас келді. Жоқ, бұл көбіне тұз. Тағы бір маңызды нәрсе. 1 грамм тұз ағзада шамамен 100 мл суды ұстаттырады. Ойлап көріңіз. Егер сіз күні бойы артық 8-10 грамм тұз жесеңіз, ағзаңызда 1 литрге жуық су жиналуы мүмкін. Бұл сіздің жүрегіңізге қосымша жүк, тамырларға қысым, аяқтағы ауырлық. Сондықтан қазір бір сұрақ. Кешке қарай аяқтарыңыз ісіп кететіндер бар ма? Егер болса, көп адам осы мәселенің шынайы себебін енді ғана түсініп жатыр. Бірақ бұл әңгіменің кек басы ғана. Өйткені ең қауіпті тұз қай жерде жасырынғанын көпшілік білмейді. Келесі бөлігінде мен сізге
Күнделікті тағамдардың ішінде жасырын тұрған ең қауіпті өнімдерді көрсетемін. Олардың кейбірін сіз пайдалы деп ойлайсыз, ал шын мәнінде олар ағзаға үлкен салмақ түсіреді. Енді ең қызық жеріне келдік. Көп адам тұзды кек тұздықтағы ақ кристалл деп ойлайды, бірақ шындық басқаша. Тұз көбіне дәмі білінбейтін жерлерде жасырынып тұрады. Мен сізге күнделікті тағамдардың шағын рейтингін айтып беремін. Төменнен бастаймыз. Соңына қарай сіз шынымен таң қаласыз. 10-шы орын. Тұздалған немесе маринатталған көкөністер. Көп адам, бұл табиғи ғой, үйде жасалған дейді. Иә, бірақ тұз негізгі консервант. Бір ғана маринатталған қияр кейде жарты күндік тұз нормасын береді, ал адамдар біреуін емес, бірнешеуін жейді. 9-шы орын. Дүкен соустары. Кетчуп, майонез, түрлі дайын соустар. Олардың құрамын оқып көрдіңіз бе? Көп жағдайда тұз мөлшері қанттан да көп болады. Өндірушілер арзан шикізаттың дәмін жасыру үшін тұзды көбейтеді. Сіз тек бір қасық қосамын деп ойлайсыз, ал ағзаңыз натрийдің үлкен дозасын алады. 8-ші орын. Өңделген ет өнімдері. Шұжық, сосиска, ветчина. Бұл өнімдерде тұз кек дәм үшін емес, ол суды ұстап тұру үшін қосылады. Яғни сіз ет емес, тұз бен судың қоспасын сатып аласыз. Қайнатқанда сосиска ісіп кететін байқадыңыз ба? Бұл жай нәрсе емес. Бұл оның ішінде суды ұстап тұрған қоспалар бар деген сөз. Ал ол су ағзаңызға да жиналуы мүмкін. 7-ші орын. Ірімшік. Көп адам оны пайдалы деп санайды. Шынында кальций бар, бірақ қатты ірімшіктерде тұз өте көп. 100 грамм өнімде бірнеше грамм тұз болуы мүмкін. Ал адамдар ірімшікті тек 100 грамм емес, нанмен бірге көбірек жейді. Сөйтіп байқамай, күндік норманың жартысын алады. 6-шы орын. Таңғы асқа арналған құрғақ өнімдер. Мюсли, жылдам ботқалар, дәнді қоспалар. Сыртынан қарағанда пайдалы сияқты, бірақ олардың құрамында қантпен бірге тұз да көп болады. Бұл дәм балансын жасау үшін қосылады. Нәтижесінде сіз тәтті жеп отырмын деп ойлайсыз, ал ағзаңыз тұз алып жатыр. Ал енді алғашқы бестік. Мұнда көптеген адамдар мүлде күтпеген өнімдер бар. 5-ші орын. Қарапайым нан. Иә, дәл сол нан. Көп адам күніне бірнеше рет жейді. Бір бөлке нанның ішінде кейде бір шай қасықтан да көп тұз болады. Егер сіз күніне бірнеше тілім жесеңіз, бұл үлкен мөлшер. Сосын адамдар таңертең қол ысып тұрғанына таң қалады. Бұл көбіне түнгі тұздың әсері. 4-ші орын. Сүзбе және кейбір сүт өнімдері. Кейбір өндірушілер өнім ұзақ сақталу үшін тұз қосады. Сондықтан әрқашан құрамын оқу керек. Кейде пайдалы деп ойлаған тағамның өзі натрий көзі болуы мүмкін. 3-ші орын. Минералды су. Бұл көп адамды таң қалдырады. Кейбір минералды суларда натрий өте көп. Егер адамда ісік немесе қысым мәселесі болса, мұндай су керісінше жағдайды ауырлатуы мүмкін. Сондықтан бәріне бірдей келе бермейді. 2-ші орын. Мұздатылған жартылай дайын тағамдар. Тұшпара, котлет, дайын тағамдар. Олардың ішінде тұз тек дәм үшін емес, консервант ретінде де қолданылады. Сондықтан мөлшері көп болады. Ал енді 1-ші орын. Бұл ең жасырын нәрселердің бірі. Дәм күшейткіштері бар дайын дәмдеуіштер. Олардың ішінде натрийдің түрлі формалары болады. Бұл заттар тағамды өте дәмдетіп көрсетеді. Сондықтан адам тоқтай алмай көп жейді. Ал ағза натрийдің үлкен дозасын алады. Сол себепті кей адамдар кешке аяқтарының ауырлағанын сезеді. Бірақ жақсы жаңалық бар. Мәселені өзгертуге болады. Және ол үшін қатаң диета керек емес. Көп адам ойлайды, енді өмір бойы дәмсіз тамақ жеу керек. Жоқ, біздің мақсат ағзаны алдау емес, дұрыс жұмыс істеуге көмектесу. Келесі бөлікте мен сізге 3 қарапайым тәсілді айтамын. Олар артық суды табиғи түрде азайтуға көмектеседі. Дәрісіз, қатаң шектеусіз. Және көптеген адамдар бұл тәсілдерді білгеннен кейін жағдайы өзгергенін айтады. Енді ең маңызды сұраққа келдік. Егер тұз арзада суды ұстап тұрса, онда оны қалай дұрыс азайтуға болады? Көп адам бірден қатты қателік жасайды.
Олар ертеңнен бастап тұзды толық тоқтатамын дейді. Бұл дұрыс тәсіл емес. Ағза кез келген күрт өзгерісті стресс ретінде қабылдайды. Сондықтан біз ақылды жолмен әрекет етеміз. Мен сізге 3 қарапайым әдіс айтамын. Олар көптеген адамдарға көмектескен. Бірінші әдіс – калий балансы. Ағзада натрий мен калий үнемі бір-бірімен жұмыс істейді. Егер натрий суды ұстап тұрса, калий керісінше судың шығуына көмектеседі. Сондықтан кейде мәселе тек тұзда емес, калийдің жетіспеуінде болады. Қандай өнімдерде калий көп? Ең қарапайымдары – картоп, көкшөптер, банан, бұршақ құрма немесе кептірілген өрік. Мысалы, қабығымен пісірілген картопта калий өте көп болады. Көп адам оны қарапайым тағам деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол ағзаға жақсы көмектесе алады. Бірақ кез келген нәрседе кепетеңдік керек. Бір өнімді көп жеу емес, дұрыс үйлестіру маңызды. Екінші әдіс – қышқыл дәм. Бұл өте қызық нәрсе. Біздің миымыз кейде тұзды және қышқыл дәмді шатастырады. Сондықтан тамаққа аздап лимон шырынын немесе табиғи алма сіркесін қоссаңыз, тағам дәмді болып көрінеді, ал тұз аз керек болады. Көп адам осы тәсілді қолданып, тұзды байқамай азайтқан. Мысалы, салатқа лимон, балыққа лимон, көкөніске сірке суы. Бұл дәмді күшейтеді және тағам бірден қызығырақ болады. Үшінші әдіс – көкшөптер. Кинза, аскөк, базилик, балдыркөк. Бұл өсімдіктердің ішінде табиғи минералдар бар. Олар тағамға жеңіл тұзды реңк береді. Сондықтан қосымша тұз аз керек болады. Кейбір елдерде адамдар тұзды аз қолданады, бірақ тағамдары өте дәмді. Себебі олар дәмдеуіштер мен шөптерді көп пайдаланады. Бұл қарапайым әдет, бірақ әсері үлкен. Енді тағы бір маңызды нәрсе туралы айтайын. Көп адам мынадай қателік жасайды. Аяқ іссе, суды аз ішу керек деп ойлайды. Бірақ ағза керісінше жұмыс істейді. Егер су аз болса, дене оны сақтап қалуға тырысады. Сол себепті ісік көбейіп кетуі мүмкін. Ал жеткілікті мөлшерде су ішкен кезде бүйрек жақсы жұмыс істейді. Сондықтан ең дұрыс жол су мен тұздың тепе-теңдігін сақтау. Бірақ бұл жерде тағы бір маңызды ереже бар. Суды бірден көп ішу емес, күні бойы аз-аздан ішу. Бұл ағзаға жеңіл болады. Тағы бір кең тараған миф туралы айтайын. Кейбір адамдар қызғылт немесе кеңіз тұзы пайдалырақ деп ойлайды. Шын мәнінде олардың негізгі бөлігі бәрібір натрий хлориді, яғни әсері ұқсас. Айырмашылық көбіне маркетингте болады. Сондықтан басты нәрсе мөлшер. Енді бір шағым сұрақ. Сіз күніне қанша таза су ішесіз? Шай немесе кофе емес, дәл су. Көп адам бұл сұраққа нақты жауап бере алмайды. Ал денсаулық көбіне осы қарапайым әдеттерден басталады. Бірақ теория жеткілікті. Көп адам нақты не істеу керегін білгісі келеді. Сондықтан келесі бөлімде мен сізге 7 күндік қарапайым жоспар айтамын. Оны көптеген адамдар қолдана алады. Қиын емес, бірақ әсерін көп адам байқайды. Енді теория жеткілікті. Бәрі бір сұрақ қояды. Жақсы, түсіндім, бірақ нақты не істеу керек? Сондықтан мен сізге қарапайым 7 күндік жоспар айтайын. Күрделі ештеңе жоқ, бірақ көптеген адамдар осыдан кейін айырмашылықты сезе бастайды. Бастайық. Бірінші күн және екінші күн. Тексеру кезеңі. Алғашқы 2 күнде сіз ағзаңызға не кіріп жатқанын түсінуіңіз керек. Ең алдымен, мына нәрсені уақытша тоқтатамыз. Дүкен шұжығы, сосиска, жартылай дайын тағам, артық соустар. Бұл өнімдерде тұз өте көп болады. Көп адам дәл осы жерден артық натрий алады. Тағы бір маңызды нәрсе – ман. Бұл көпшілік үшін күтпеген ақпарат. Көп адам тұз қоспаймын дейді, бірақ күніне бірнеше рет ман жейді. Сондықтан алғашқы 2 күнде ақ нанды азайтып көріңіз. Оның орнына көкөніс, ботқа қарапайым тағам. Қарапайым ереже. Тағам неғұрлым табиғи болса, соғұрлым жақсы. Осы 2 күнде адамдар бір қызық нәрсені байқайды. Кешке аяқтағы ауырлық азая бастайды. 3-ші күн және 4-ші үн. Дәмді қайта үйрету. Енді келесі кезең. Біздің мақсат тілдің рецепторларын қайта үйрету. Бұл жерде лимон өте жақсы көмектеседі. Салатқа лимон қосыңыз.
балыққа лимон қосыңыз. Көкөніске аздап қышқыл дәм қосыңыз. Бірнеше күннен кейін сіз қызық нәрсені байқайсыз. Тағам бұрынғыдай тұзды қажет етпейді. Бұл мидың қалыпты реакциясы. Тағы бір маңызды әдет енгіземіз. Таңертең 2 стақан жылы су. Бұл ағзаға жеңіл бастау береді. Көп адам осы кезде өздерін жеңілірек сезінеді. 5-ші күн және 6-шы күн калий кеші. Бұл кезеңде кешкі асқа ерекше көңіл бөлеміз. Кешке өте тұзды тағамдардан бас тартамыз. Оның орнына калийге бай тағамдар, пісірілген картоп, көк шөптер, көкөніс салаты. Бұл комбинация ағзаға суды ұстамай, табиғи тепе-теңдік жасауға көмектеседі. Көп адам таңертең аяқтың жеңіл болғанын байқайды. Себебі түнде ағза тыныш режимде жұмыс істейді. 7-ші күн, қорытынды күн. Бұл күні барлық ережелерді бірге қолданамыз. Жасырын тұз, аз су жеткілікті. Лимон немесе табиғи дәм, калийге бай тағам. Енді өз жағдайыңызды байқап көріңіз. Таңертең айнаға қараңыз. Бетіңіз қалай? Аяқтарыңыз қалай? Қысым өзгерді ме? Көп адам осы кезде бірінші нақты нәтижені байқайды. Әрине, бұл ғажайып емес. Бірақ ағза дұрыс жағдай жасалған кезде өзі қалпына келе бастайды. Тағы бір маңызды ой. Көп адам денсаулықты күрделі нәрсе деп ойлайды. Қымбат дәрі, күрделі процедура, арнайы диета. Бірақ кейде бәрі қарапайым нәрседен басталады. Күнделікті әдеттер. Не жейміз, не ішеміз, қанша қозғаламыз. Ағза өте ақылды жүйе. Оған тек кедергі жасамау керек. Мен бір нәрсені көп жылдық тәжірибеден байқадым. Адамдардың көбіне керемет дәрі емес, түсінік жетіспейді. Неге ісік пайда болады? Неге қысым көтеріледі? Неге шашау жиналады? Себебін түсінген адам шешімді де таба алады. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, арнаға жазылып қойыңыз. Мұнда біз денсаулық туралы қарапайым және түсінікті тілде сөйлесеміз. Кейде ең күшті өзгерістер кішкентай қадамнан басталады. Мүмкін дәл бүгін сол күн шығар. Өзімізге бір қарапайым сұрақ қойыңыз. Мен ағзама көмектесіп жүрмін бе? Әлде кедергі жасап жүрмін бе? Егер жауап екінші болса, оны өзгертуге әлі кеш емес. Ағзаңыз сіз ойлағаннан да ақылды. Оған дұрыс жағдай берсеңіз, ол сізді қолдайды. Өзімізді күтіміз, жүрегімізді күтіміз, қан тамырларыңызды күтіміз. Және ең бастысы, өз әдеттеріңізге назар аударыңыз. Сонда жеңіл жүру, жақсы ұйқы және жақсы көңіл күй табиғи нәрсеге айналады. Келесі кездескенше.